тыңдаушылар, Нұрсұлтан Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Тоқылбаева Айгерім Абайқызы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз күрделілігі орташа бөлшектердің сапа талаптары. Күрделілігі орташа бөлшектер дегеніміз не? Механикалық жүйелердегі маңызды, бірақ аса күрделі емес компоненттер. Олардың сапа талаптары жабдықтың қызмет мерзімі мен сенімділігін анықтайды. Маңыздылығы жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. Мысал келтіретін болсақ, беріліс дөңгелектері, монтіректер, әртүрлі бекіткіш болттар және кішігірім біліктер. Сапа талаптарының негізгі түрлері: өлшемдік дәлдік, материалдық қасиеттер, бекіттік өңдеу сапасы. Өлшемдік дәлдік дегеніміз бөлшектің геометриялық параметрлерінің нақтылығы, ұзындығы, ені, диаметрі. Бұл бөлшектердің бір-біріне дұрыс келуін қамтамасыз етеді. Материалдық қасиеттер беріктік, қаттылық, созылу шегі, коррозияға төзімділік сияқты материалдың физикалық және химиялық сипаттамалары. Беттік өңдеу сапасы бөлшек бетінің тегістігі, кедір-бұдырлығы және оның коррозиядан қорғалу деңгейі. Бұл бөлшектің тозуға төзімділігін арттырады. Өлшемдік дәлдік пен рұқсаттар. Күрделілігі орташа бөлшектердің жұмыс істеуі үшін өлшемдік дәлдік ерекше маңызды. Әдетте бұл бөлшектерде 0,5 мм-ге дейінгі рұқсаттар талап етіледі. Бұл олардың басқа компоненттермен үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді. Мысал келтіретін болсақ, монтіректің ішкі диаметрі 20 мм болса, оның рұқсаты 0,3 мм болуы мүмкін. Бұл орын білікке дәл орналасу үшін қажет. Өлшеу құралдарына келетін болсақ, дәл өлшеу үшін микрометр, штангенциркуль, калибрлер және элемент сияқты құралдар қолданылады. Материалдық талаптар. Бөлшектердің материалдық қасиеттері бұлардың қызмет мерзіміне, жұмыс қабілеттілігіне тікелей әсер етеді. Дұрыс материалды таңдау жабдықтың сенімділігінің кепілі болып табылады. Қатты болаттар. 40-45 маркалы болаттар беріктік пен тозуға төзімділігі жоғары болғандықтан жиі қолданылады. Олар беріліс доңғалақтары мен біліктер сияқты жоғары жүктемелерге ұшырайтын бөлшектер үшін өте қолайлы. Тоттаспайтын болат. 304-316 маркалы тоттаспайтын болаттар коррозияға төзімділік қажет болатын орталарда қолданылады. Мысалы, химиялық өндірістерде немесе сумен байланысатын темір жабдықтарына қолданылады. Бұл материалдар ұзақ қызмет мерзімін қамтамасыз етеді. Ілегерленген болаттар. Беріліс доңғалақтары үшін ілегерленген болаттарды қолдану олардың механикалық қасиеттерін жақсартады. Соққыға және дірілге төзімділігін арттырады. Беттік өңдеу талаптары. Бетті өңдеу бөлшектің беріктігін, тозуға төзімділігін және коррозиядан қорғалуын айтарлықтай жақсартады. Бұл бөлшектің қызмет ету мерзімін ұзартудың маңызды әдісі. Бетті өңдеу әдістері: жылтырату, құю, химиялық өңдеу және термиялық өңдеу, мырыштау және никельдеу. Болаттарды мырыштау және немесе никельдеу коррозиядан сенімді қорғаныс қамтамасыз етеді. Әсіресе ылғалды немесе агрессивті ортада. Беттік қаттылықты арттыру, цементация немесе нитрлеу сияқты әдістер бөлшектердің қаттылығын арттырады. Оның тозуға төзімділігін жақсартады. Мысалы, редуктордың тістерінің қызмет мерзімі осы әдістер арқылы ұзартылады. Күрделілігі орташа бөлшектердің сапасын бақылау әдістері. Сапаны бақылау дайын бөлшектердің барлық талаптарға сай екендігін көз жеткізу үшін өте маңызды кезең. Түрлі әдістер кешенді тексеруге мүмкіндік береді. Тексеру түрлері: визуалды тексеру. Бөлшек беттеріндегі жарықтарды, сызықтарды, пісіру ақауларын және басқа да көрінетін ақауларды көзбен анықтау. Өлшемдік бақылау. Микрометр, штангенциркуль, калибрлер және
цемент сияқты дәл өлшеп құралдары мен өлшектің өлшемдерін тексеру. Материалдық сынақтар қаттылықты, созылу шегін, соққы тұтқырлығын анықтау және бөлшектер құрамын талдау арқылы материалдың қасиеттерін тексеру. Мысалы, монитор сапасын сынау аппараты оның айналу дәлдігін, шу деңгейін және тозуға төзімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл оның ұзақ қызмет етуінің кепілі. Күнделікті орташа бөлшектердің сапа талаптарының маңызы. Бұл сапа бұл жай ғана көрсеткіш емес, ол сенімділік пен қауіпсіздіктің негізі. Қауіпсіздік кепілі жабдықтың сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Өндірістік апаттардың алдын алады. Шығындарды азайту, жабдықтың жиі бұзылуын және жөндеу жұмыстарына келетін шығындарды азайтады. Тоқтап қалу уақытын қысқартады. Ұзақ қызмет. Бөлшектердің және тұтас жабдықтың қызмет мерзімін ұзартады және жаңа компоненттерді сатып алу қажеттілігін кейінге қалдырады. Мысал келтіретін болсақ, сапасы жасалған болттың сынуы жабдықтың маңызды механизмінің істен шығуына әкелуі мүмкін. Бұл үлкен шығындар мен жұмыс кестесінің бұзылуына себеп болады. Күрделі орташа бөлшектердің сапа талаптарының қатаң сақтау кез келген техниканың ұзақ және тиімді қызмет етуінің кепілі. Бұл тек өндіріс тиімділігін арттырып қана қоймай, сонымен қатар қауіпсіздік пен сенімділікті қамтамасыз етеді. Негізгі факторлар өлшемдік дәлдік, материалдың сапасы, беріктік өңдеу және сапаны бақылау. Бұл барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Жөндеуден кейінгі қабылдау, бұл сапаны қамтамасыз етудің маңызды кезеңі. Жөнделген бөлшектердің бастапқы стандартқа сай болуын тексереді. Назарларыңызға рахмет.